Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Жұлдыз. Бүгін мен сіздерге фотоға монтаж жасауды үйрететін боламын. Ол үшін PicsArtқа кіреміз. Төмен жағында плюсик батырмасын басамыз. Және өзіміздің таңдап алған кез келген фотоға барамыз. Мінекей мен таңдап алған фотом осындай. Инструментаға барамыз. Выбрать дегенді басамыз. Енді кез келген жерді өзіміз белгілеп аламыз. Жоғар жағында вырезать бар басамыз. Мінекей қиылды. Осыны кез келген жаққа қойсаңыз өзіңіз білесіз. Осылай арасын шамалы ашып, осылай қоямын. Жоғар жағында готовыны басамыз. Тағы да белгілеп аламыз. Кез келген жерді өзіңізге ұнайтын белгілеп алдық. Мінекей енді жоғар жағында вырезатьті басамыз. Мінекей қиылып алынды. Готовыны басамыз. Енді төменгі жағында квадрат деген бар, соның үстін басамыз. Пропорцияны басып, сторис деп таңдаймыз. Яғни суретімізді екі саусақтың көмегімен стористің форматына келтіреміз. Мінекей келтірдік. Енді төменгі жағында фото дегенге барамыз. Фон таңдаймыз. Поискқа океан деп жазамыз. Өзіңізге ұнайтын кез келген фон таңдауға болады. Загрузка болып жатыр. Мінекей артындағы фондар өзгерді, көріп тұрғандарыңыздай. Сосын готово деп сохранить етеміз. Далені басамыз. Сохранить етеміз. Мінекей загрузит фото. Мінекей сақталды. PicsArt'тан шығып, енді галереямызға барып жаңағы фотоны көреміз. Мінекей тұр. Қателеріңізге жарасын. Менің каналым сіздерге ұнаса, лайк басып тіркеліп алыңыздар.